Бүгін біз Израильдің Катарға жасаған соққысы туралы сөйлесеміз. Соңғы уақытта Израиль қолына алғаш қару алған есалаң адамдай жан-жағына тоқтаусыз ракета ұшырып жатқанын көріп жатырмыз. Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін Палестина жерінде құрылған бұл мемлекет көптеген көршілерімен соғысқан. Израиль Палестинаға, Сирияға, Иранға, Йеменге, Ливанға және Катарға ракета ұшырды. Аталған мемлекеттердің кейбірімен Израиль ешқашан толық тату болған емес. Олармен ұзақ уақыттан бері қақтығыстар жалғасып келеді. Бірақ араб елдерінің ішіндегі ең бай мемлекеттердің бірі саналатын Катарға жасалған шабуыл ерекше оқиға. Израиль Хаммас қозғалысының саяси жетекшісі Халид Машала және қозғалыстың басқа да өкілдері орналасқан Катар аумағына ракета атты. Жыл басында Америкадан миллиардтаған долларға қару-жарақ сатып алған Катар Израильдің ракетасын атып түсіре алмады. Сондай-ақ бұл шағын мемлекетте ақш-тың әскери базасы бар екенін де ескерген жөн. Алайда Израильдің соққысына қарамастан Хаммас жетекшісі де басқа лауазымды тұлғалар да аман қалды. Израильдің мәліметінше нысанаға алынған ғимаратта Хаммастың 5 негізгі келіссөз жүргізушісі болған. Бірақ шабуыл оларды жоя алмады. Ракета соққысы жасалған кезде олар сыртқа шығып кетті ме, әлде басқа себеппе белгісіз. Бірақ анық нәрсе Израильдің барлау қызметі немесе операцияны жоспарлағандар қателік жіберген. Әдетте израильдіктер оқ-дәріні босқа шығындамайды, нақты емес нысаналарға соққы жасамайды. Бұл олардың үйреншікті тәсіліне тән емес. Осыдан мынадай қорытынды жасауға болады. Нысанадағы адамдардың барлығын жою операцияның негізгі мақсаты болмаған шығар. Яғни израильдіктердің ұшырған ракетасы белгілі біреуге ескерту жасау немесе қысым көрсету үшін қолданылған болуы мүмкін. Онда сұрақ туындайды. Бұл ескерту кімге арналады? Израильдің ішінде кейбір сарапшылар Катарға жасалған соққыны Түркияға берілген белгі ретінде бағалап отыр. Израильдің жоғары лауазымды өкілдерінің мәліметтері де осындай тұжырым жасауға негіз береді. Израиль премьер-министрі Катардың Хаммас жетекшісіне пана беріп, оларға қымбат виллалар ұсынып отырғанын айтып, осыдан кейін шабуыл жасалғанын мәлімдеді. Сондай-ақ мәлімдемесінің соңында ол ұйым мүшелерін жасырып отырған басқа мемлекеттерге де ескерту жасады. Әртүрлі дереккөздердің мәліметінше, Түркияда да Хаммаспен байланысты адамдар бар. Әрине, Израиль Түркияға тікелей шабуыл жасай алмайды. НАТО мүшесіне қарсы әскери әрекет жасау мүлде басқа деңгейдегі мәселе. Бірақ Израиль бұл әрекеті арқылы егер Хаммас мүшелерін жасырып отырсаңыздар, біз оларды қай жерде болса да нысанаға аламыз деген сигнал белгісі болуы мүмкін. Ал Катарға ракета ұшыру арқылы олар өздері үшін қызыл сызықтардың қалмағанын көрсеткісі келді. Өйткені Катар кейбір қарулы қозғалыстар басым ықпал ететін ел емес. Бұл өз тарихында салыстырмалы түрде тұрақты болып келген. Соғыс қимылдары сирек болған мемлекет. Израиль Катарға соққы жасағаннан кейін ақш мемлекеттік хатшысы Марко Рубио Иерусалимге барып, Беньямин Нетаньяхумен кездесті. Кейбіреулердің пікірінше қазіргі таңда ақш саясатындағы ең ықпалды тұлғалардың біріне айналған Рубио бұл сапарында Вашингтонның Катарға жасалған шабуылға толық риза еместігін жеткізуі тиіс еді. Алайда оның сапары керісінше Израильдің әрекеттерін қолдағандай әсер қалдырды. Өйткені қандай да бір наразылық білдіруге келген адам жергілікті діни рәсімге қатысып, қасиетті орындарға барып, символдық қолдау көрсетпейді деген пікір айтылды. Нетаньяху өз әрекеттерін ақтау үшін ақш-тың 2001 жылғы 11 қыркүйек шабуылынан кейін Усама бен Ладенді Пәкістан аумағында жою операциясымен салыстыруға тырысты. Оның логикасы бойынша ақш бен Ладенді әлемнің қай түкпірінде болса да іздеп тауып, Пәкістанда жойғаны үшін халықаралық қолдауға ие болды. Сондықтан Израильді өз қарсыластарына қарсы осындай әрекет жасағанда қолдау көруі керек деген ой айтты. Бірақ бұл екі жағдайды бір-бірімен тікелей салыстыруға болмайды. Өйткені бен Ладенді ақш-тар іздеп жатқанын Пәкістан үкіметі білген, ал Катардағы жағдайдың саяси және құқықтық контексті өзгеше. Израильдің шабуылын айыптау үшін Катар астанасы Дохада мұсылман мемлекеттерінің өкілдері жиналып, арнайы жиын өткізді. Жиында Израильге қарсы бірінен кейін бірі айыптау мәлімдемелер жасалды. Алайда бұл сын пікірлер мен мәлімдемелер Нетаньяху үкіметін өз бағытын өзгертуге немесе ракета соққыларын тоқтатуға мәжбүрлей алмады. Өйткені ракеталарды тоқтату үшін әуе шабуылына қарсы қорғаныс жүйелері, жойғыш ұшақтары және нақты әскери мүмкіндіктер қажет. Ал жай ғана айыптау мәлімдемелер мен саяси үндеулер мұндай міндетті орындай алмайды. Қазіргі уақытта Катар Израильге әскери жауап бермейді және бере де алмайды. Оның бірінші себебі әскери қуат мәселесі. Катар армиясының құрамында Америкада шығарылған заманауи әрі қуатты қарулар бар.
Араб мемлекеттері Вашингтоннан қару сатып алуға қаржыны аямайды. Бірақ қаруды қоймада сақтау мен оны соғыс жағдайында тиімді пайдалану екі бөлек нәрсе. Катар армиясының әскери қызметкерлері бұл қаруларды негізінен оқу-жаттығу кезінде қолданады. Израильде ер азаматтардың басым бөлігі әскери қызметтен өтеді, сондай-ақ әйелдердің де әскери қызметке қатысу деңгейі жоғары. Израиль құрылған күнінен бастап түрлі әскери қақтығыстар жағдайында өмір сүрген, қауіпсіздік мәселесіне ерекше көңіл бөлетін мемлекет. Сондықтан Катар Израильге тікелей әскери жауап қайтарса, Тель-Авив енді Хамас нысандарын емес, Катардың әскери объектілерін нысанаға алуы мүмкін екенін араб елдерінің басшылығы жақсы түсінеді. Жалпы Катарда мемлекет пен халық арасында әлеуметтік жағдай тұрғысынан өте табысты ел саналады. Ол араб мемлекеттері арасындағы ең ауқатты әрі тұрмыс деңгейі жоғары елдердің бірі. Бірақ билік пен халық арасындағы қарым-қатынаста сүйіспеншілік пе, адалдық па, әлде отан үшін жанын қиюға дайындық па, әйтеуір бір нәрсе жетіспейтіндей көрінеді. Мысалы, Түркияда 2016 жылғы төңкеріс әрекет кезінде жағдай өте күрделі болған. Көптеген әскери бөлімдер бүлікшілер жағына шыққан кезде Режеп Тайып Ердоған FaceTime, яғни видео қоңырау арқылы халыққа үндеу жасап, азаматтарды көшеге шығуға шақырды. Сол кезде мыңдаған түрік азаматтары көшеге шығып, төңкеріс әрекеттеріне қарсы тұрды. Егер сол кезде халық көшеге шықпағанда билік ауысуы әбден мүмкін еді, өйткені сол кезеңдегі армияның бір бөлігі әскери бүлікшілердің қолына өтіп кеткен болатын. Ал дәл осындай жағдай Катарда болып, әмір халықты көмекке шақырса, катарлықтар жаппай көшеге шығады деп ойлайсыз ба? Меніңше шықпауы мүмкін. Өйткені мемлекет азаматтарға газды, электр энергиясын және басқа да көптеген игіліктерді жеңілдікпен немесе тегін ұсынып, табиғи ресурстардан түсетін табыстың бір бөлігін халықпен бөліскеннің өзінде, бұл әрдайым халықтың билік үшін жанын беруге дайын болатындай деңгейде бедел мен ықпал қалыптастыра бермейді. Яғни материалдық әл-ауқаттың жоғары болуы мен халықтың мемлекетке немесе билікке деген шексіз адалдығы әрдайым бірдей нәрсе емес. Өйткені халық, ұлт және мемлекет бірге қалыптасып, бірге дамып, қиын кезеңдерді бірге еңсерген. Мүмкін сондықтан да адамдар үкіметті жиі сынаса да, мемлекетке көмек қажет болған кезде оны қорғауға дайын тұрады. Мұны мемлекеттің беделі немесе қоғам алдындағы абыройы деп атауға болады. Халық билікті ашық сынайды, бірақ оны жек көргендіктен емес, елдің жақсы болғанын қалағандықтан сынайды. Ал қажет кезде мемлекет үшін қолдау көрсетуге де дайын болады. Түркия сияқты және демократиялық институттар жұмыс істейтін мемлекеттерде ұлт пен мемлекет тарихи тұрғыдан бірге қалыптасқан. Сондықтан билік қандай да бір маңызды қадам жасамас бұрын қоғамның пікірін ескеруге мәжбүр болады. Яғни бұл әрекетті жасасам азаматтар қалай қарайды? Егер Израиль соққысына жауап бермесек, халық не дейді деген сұрақтар туындайды. Осындай қоғамда азаматтар белгілі бір дәрежеде мемлекеттің саяси бағытына ықпал етеді. Егер Израиль Түркияға соққы жасап, Анкара үнсіз қалса, көптеген түріктер көшеге шығып, биліктен жауап талап етер еді. Өйткені олар өздерінің мұндай талап қоюға құқығы бар екенін есептейді. Себебі дәл осы халық бірнеше жыл бұрын мемлекетті төңкеріс әрекеттерінен қорғап қалған болатын. Ал демократиялық институттары әлсіз жұмыс істейтін. Мемлекет азаматтардың емес, азаматтар мемлекет белгілеген ережелер бойынша өмір сүретін жүйелерде жағдай басқаша болуы мүмкін. Мұндай жерде билік біз сендерге жақсы өмір жағдайын жасап бердік, ал саясатпен айналысу біздің ісіміз деген ұстанымда болуы ықтимал. Катар азаматтары Израильге жауап қайтаруды талап етіп жаппай көшеге шығу екіталай, өйткені халық пен мемлекет арасындағы қатынас көбіне сен менің өміріме араласпа, мен де сенің саяси шешімдеріңе араласпаймын деген үнсіз келісімге ұқсайды. Ал демократиялық институттар жұмыс істейтін қоғамдарда мемлекет тек дамыған әрі ашық қана емес, сонымен қатар батыл және өзіне сенімді болады. Өйткені мұндай қоғамдарда мемлекет өз артында тұтас халық тұрғанын сезеді. Сол себепті билік шешім қабылдарда халықтың қолдауына сеніп, сенімдірек әрекет етеді.